Жаңғақ туралы қандай мәліметтер білеміз? Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңғақтың адам ағзасына тигізер пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Жаңғақтардың адам ағзасына тигізер пайдасы өте мол. Олар ағзаны қалыпты жағдайда ұстап, түрлі ауруларға қарсы күресетін күш береді. Жаңғақтың түрлері өте көп. Және де әрқайсысының өз алдында емдік қасиеттері бар. Бүгін біз солардың бірі грек жаңғағы туралы айтамыз. Шын мәнінде жаңғақ пайдалы ма, зиян ба, оларды жиі қолдануға бола ма? Бұл жаңғақтың күш-қуатымызды қалыпқа келтіріп, бойдағы сырқатты жеңуге көмектеседі. Мәселен, қант диабеті. Оның белгілі бір мөлшерін күнделікті ас мәзіріне қосып отырған жөн. Бірақ дәрігерлер күніне 100 грамын ғана пайдалануға кеңес береді. Одан көп жеу зиян келтіруі мүмкін. Грек жаңғағы атеросклероз ауруына шалдыққан кезде жақсы көмектеседі. Ми белсенділігін арттырады, ішек жұмысын жақсартады. Оның құрамында дәрумендер, минералдар, түрлі майлар бар. Олар В1, В2, С, Р, май, хинон, каротон, жасұнақ, тұз және тағы басқа. Тіпті жаңғақ ағашының жапырағының құрамында денсаулыққа пайдалы элементтер бар. Сондай-ақ жаңғақтың зиянды жерлері де болады. Жаңғақ қаншалықты пайдалы болғанымен, оның аллергия тудыру қаупі бар. Бойында аллергия, псориаз, экзема сынды аурулары бар адамдар жаңғақты абайлап пайдаланғаны жөн. Егер омырауда балаңыз болса, жаңғақты көп мөлшерде жемеңіз. Біріншіден, ауыз қуысының улуына әкеледі. Екіншіден, балаға бөртпе шығуы мүмкін. Грек жаңғағы өте тойымды. Ол наннан 2 есе калорияға ие. Сондықтан толысуға бейімді жандарға сирек қолданған жөн. Жаңғақтың пайдасының мол екені халық медицинасы да дәлелдеп келеді. Өзі ғана емес, қабығы мен жапырағы да емдік мақсатта жиі қолданылады. Жапырағынан ауыз қуысына және қызыл иекке арналған тұнба жасайды. Сондай-ақ оның қайнатпасы жараның тез жазылуына көмектеседі. Отадан қалған ізді кетіреді. Ішек құрт, қабыну, қант диабеті ауруларынан айығуға көмектеседі. Қан құрамындағы холестеринді азайтады. Сонымен қатар косметикалық мақсаттарда да қолданады. Жаңғақ миымызды керемет нәрлендіреді. Жұмыс істеу қабілетімізді жақсартады және жүрегімізді нығайтады. Оның құрамында май өте көп. Соған қарамастан ағзадан зиянды холестеринді тамаша жояды. Нәтижесінде ағза тазарып, қажетті дәруменді минералдар мен микроэлементті сіңіреді. Жаңғақ аштықтан құтқарады. Егер сізде тамақтануға уақыт тапшы болса, 5-6 дана жаңғақ жеңіз. Оның жағымды дәмі және құнары асқазаныңызды толықтырады. Жаңғақ ақуыздың қайнар көзі. Бұл пайдалы тағамды үнемі тұтыну керек және жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алады. Грек жаңғағы жүрек пен қан тамырларының проблемаларын шешуге тамаша көмектеседі. Қан тамырларының қабырғасындағы түйіншектерді кетіреді, әрі қанды тазартады. Грек жаңғағы ерлердің еркектік қуатын керемет көтереді. Қандағы қант деңгейін қалыпқа келтіріп, жүйкеңізді тыныштандырады. Зат алмасу жұмысын жылдамдатады. Грек жаңғағында Е дәрумені өте көп. Аталған дәрумен ағзаны тез қартаюдан қорғайды, теріні жұмсартып жақсартады. Сондай-ақ емізулі анаға және нәрестеге өте пайдалы, өйткені қоректік заттардың арқасында энергия қорын толтырады және дене жасушаларын нәрлендіреді. Жиналған жаңғақ дәндерін ұзақ сақтау үшін күн көзінде не арнайы кептіргіште кептіреді. Ашық және күңгірт қауызды ядросын дәнін 12 сағаттай тұзды суға салып қойса, қауызы оңай алынады. Содан кейін дәнді ағынды суға шайып алып кептіру керек. Ұнтақталған, кесілген және майдалап үгітілген грек жаңғағының піскен жемістерін алма, қант, қызылшаны және балдыр көкке селдерей қосып
түрлі салат жасайды. Грек жаңғағы жүрек қан тамыр ауруларынан сақтайды. Құрамында омега-3 ағзадағы холестерин мөлшерін реттеп, инфаркті, инсульт алу, артериалды гипертензияның алдын алады, иммунитетті күшейтеді. Жаңғақтағы антиоксиданттық қасиетке ие, ол қатерлі ісіктерді, вирус пен бактерияларды жояды. Сондай-ақ ас қорыту жүйесін жақсартады. Гормоналды фонды қалпына келтіреді. Грек жаңғағы иодқа бай. Иод қалқанша без гормондарының синтезіне қатысады. Өз кезегінде тироксин және ағзаның барлық жүйелерін реттейді. Құрамындағы фитоэстроген сүт безі қатерлі ісігінің алдын алады. Сондай-ақ жаңғақта көп мөлшерде белок болады. Ол бала ағзасының өсуіне септігін тигізіп, есте сақтау қабілетін арттырады. Сондықтан балаларға көптеп жаңғақ жегізген жөн. Жаңғақ қабығы салмақ жоғалтуды қолдайды. Бұл қатерлі ісік қаупін азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар стрессті азайтады. Ішектерді тазартуға көмектесетін жаңғақ қабығы жүрек денсаулығын сақтауға көмектеседі. Ұйқыңызды реттей алатын жаңғақ қабығы иммунитетті нығайтып, қуат береді. Қаласаңыз, табиғи антиоксидант ретінде назар аудартатын қабығы ашылған жаңғақтарға кепілдігімен қол жеткізе аласыз. Салмақ жоғалту процесінде жаңғақ қабығымен ісіну мен майдың жоғалуына қол жеткізуге болады. Жаңғақ қабығын үнемі тұтыну метаболизм жылдамдығын арттыруға көмектеседі. Егер сізде іш қату сияқты ішек проблемалары болса, сіз жаңғақ қабығынан қолдау ала аласыз. Ішекті тазартуға көмектесетін жаңғақ қабығы шырыны асқазанның ыңғайлы болуы үшін маңызды. Жаңғақ қабығы шырынын ішекте пайда болуы мүмкін паразиттердің алдын алу үшін ішуге болады. Жаңғақ қабығын қайнатып су ішуге болады. Сіз жаңғақ қабығының шырынын тұтыну арқылы иммундық жүйеңізді нығайтуға көмектесе аласыз. Сонымен қатар сіз жаңғақ қабығын қайнатып, оны суық тию сияқты ауруларды емдеуге ішуге болады. Жаңғақ қабығының суын ішуде антиоксиданттық әсерлерден пайдалануға мүмкіндік береді. Осылайша тыныс алу жолдарын тазартуға және денеңізден бактерияларды жоюға қолдау көрсетіледі. Жаңғақ қабығы шырынын қалай дайындау керек? Жаңғақ қабығын жақсылап жуғаннан кейін оларды кастрюльге қосуға болады. Содан кейін жаңғақ қабығын аздап жабу үшін жеткілікті су қосу керек. Бұл кезде 1 литр су пайдалы болады. Суды қосқаннан кейін қайнатуға болады. Қайнаған суды өшіргеннен кейін температураның аздап өтуін күтуге болады. Жаңғақ қабығының шырынының балғындығына назар аударуды ұмытпау керек. Салқындағаннан кейін су дайын болады. Жаңғақ қабығы шырынын дайындау үшін печенье нарығында грек жаңғағын таңдауға болады. Жаңғақ бағасы сондай-ақ тақырып бойынша әртүрлі нұсқаларды ұсынатын брендтен әртүрлі жаңғақтарды сатып алуға болады. Кавказ жерлерінде грек жаңғағы қасиетті ағаш саналады. Ол жақта 4000 жылдан астам уақыт өсіп тұрған жаңғақ ағаштарын көруге болады. Грек жаңғағын құрамында аминқышқылдар, иілік заттар, құнды минералдар бар. Организмнің әлсіреуі, қаназдық, жүйке жүйесі, жүрек және асқазан ауруларын емдеуде көмектеседі. Сондай-ақ жер жаңғақтың шамамен 70 түрі бар. Ол тамаша антиоксидант болып саналады. Көздің көруін, есту және есте сақтау қабілеттерін жақсартады. Тағамдық өнім ретінде ғана емес, химиялық өндірісте шикізат ретінде қолданылады. Одан пластмасса, синтетикалық жіп және желім жасайды. Жер бетіндегі ең үлкен жаңғақ ол кокос жаңғағы. Бір жаңғақтың салмағы 4 килограммға дейін жетеді. Кокостың дәмі мен иісі өте ерекше. Одан бөлек құрамы В тобы дәрумендеріне, микроэлементтеріне бай. Достар, осымен біздің жаңғақ туралы ақпаратымыз аяқталды. Менің видеомды толығымен көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Және тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да керемет пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Және
түрлі оңай жасалатын әрі дәмді жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын.